Пайғамбарымыз айтады, ең бірінші сұралатын нәрсе намаз. Ең бірінші сұралатын амал намаз екен. Сол бүтін болса, қалған амалдың бәрі бүтін екен. Яғни садақа, зекет, қажылық, ораза бәрі бүтін болады анаған қарай. Егер ол бүтін болмаса, барлығы сол үй түтін болады. Сіз 1 жыл ораза тұтыңыз. Қажылыққа жыл сайын барып келіңіз. Намазыңыз быт-шыт болса, ананың бәрін құртасыз. Енді қабыл емес деп айтпаймын, астағфирулла. Қабылдайтын Аллах қой, Аллах қабыл етсін. Бірақ пайғамбарымыздың осы айтқаны бекер емес. Сіздің амалдарыңыздың нұқсаны бар. Бүтін жасаған амалымызға мұқтаж емес Аллах. Ойлаңызшы, сіз бүтін шариғаттың бүкіл заңын сай тура жасасаңыз да Аллах оған мұқтаж емес. Ал сіз қисық-қисық жасағаныңызға неге мұқтаж?